Саламатсыңдар балалар, қалдарың қалай? Өзіріңмен бірге әдеттегідей не деген сөз Айдары және онымен бірге Айбек Тұрғанбекұлы. Өзіңізбен қайтадан қауышып отырғаным үшін бек қуаныштымын. Айдар егер пайдалы болып жатса, лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркеле отырыңыздар. Бүгін де әдеттегідей Айдардың өзінің салты бойынша шығармамызды ары қарай жалғастыратын боламыз келген жерімізден. Қазақтың тілі бай, сөзі шешен халық. Сол тілдің қазынасын бірге қазып, байлығын бірге игерейік. Ендеше, келсек, барлығымыз дайын болсақ, шығармамызды ары қарай оқуды бастайық. Кешегі оқуымызда мектеп тақырыпшасының орта шеніне келіп тоқтаған болатынбыз. Сол орта шенін ары қарай жалғастыратын боламыз. Естеріңізде болатын болса, Бердібек оқуға келген, мектепке оқуға келіп, ұстаздарының алғашқы 1 сентябрьдегі әңгімесін, яғни 1 сентябрьдегі сабағын тыңдаған болатын. Соның арқасында біраз жерге саяхаттап, қайтадан түлегендей болдым деп аяқтаған болатынбыз. Енді ар жағын тыңдайық. Бағана Нұрғазы оқуға барасың дегенде ойынды қимай, көңілім күрт түсіп кеткенін есіме аламын. Көңілім күрт түсіп кеткен дегенде деген сөз. Көңілім күрт түсіп кетті дейді. Яғни аяқ астынан көңілім түсіп кетті. Бірдемде деген о. Оқуды мойнына бұғалық түскендей көріп едім. Оның бәрі бекершілік екен. Оқуға жазылғаным қандай жақсы болған. Сағатбай әңгімесінен мен біз секілді кедей балаларының оқуға қолы жетуі тек Совет өкіметінің арқасы екенін білдім. Яғни Совет өкіметінің арқасында, яғни Кеңес өкіметінің арқасында оқуға қолымыз жетіп отыр дейді. Лениннің арқасы. Бұрынғы заман болса, оқу қайда бізге? Байдың қой қозысын бағамыз, малай боп өмір кешеміз. Лениннің оқы және оқы деген әйгілі сөзін сол күні Сағатбайдың аузынан естідім. Сағатбай әңгімелері ғажайып, қызық ертегі тәрізді. Қанша тыңдасам тыңдай бергім келеді. Еш жалықтырмайды. Мен дүниедегі данышпанның данышпаны мұғалім екен деген ойға келдім. Өскенде Сағатбайға ұқсап мұғалім болуды армандадым. Балаларды аузына қаратып, мен дағы неше алуан қызғылықты әңгімелер айтып берсем деймін. Киіз үй мектепте оқып жүріп жаттық. Әліппе жетіспейді. Екеу ара бір оқулық. Дәптерді тіземіздің үстіне қойып, немесе жерге етпеттеп жатып жазамыз. Бір күні бормен жазатын тақта пайда болды. Класком тазалық сайлап алдық. Класком деген жаңағы старысты қазіргі тілмен айтқанда. Тазалық сайлап алдық, тазалықшы, яғни тазалық тексеретін. Класком болып, пысықтығымен бүкіл ауылға әйгіленген Жүнісбай. Тазалық боп, ішіміздегі ең таза, ең ұқыпты Майра сайланды. Сағатбайдың алдында кішкентай сары жез қоңырау. Шылдыр-шылдыр еткізіп үзіліске шығарады. Сағатбай бала мінезді ойын құмар адам. Үзіліс кезінде бізбен бірге қосылып ойнайды. Қалайда бізді зеріктірмеудің, өзі де зерікпеудің амалын ойлап табады. Мысық тышқан, ақсерек, көксерек, үшінші артық секілді ойындар ойнайды. Сағатбай ойынға жан тәнімен беріліп, осыдан өзіне рахат тауып, қызып ойнаушы еді. Кішкентай балалардың біреуін мысық боп қуалағанда, көздері мысықтың көзіндей жайнап, түр-түсі бір түрлі айбатланып, еліріп кетеді.
еліріп кетеді деген, сол ойынға беріліп кетеді деген сөз кәдімгідей. Сен шын тышқан болғанда артыңнан нағыз шын мысық қуып келе жатқандай зәрең қалмайды. Ауыр да мол денесімен қатты қызып жүгірген кезде Сағатбай иегін алқымына тығып алушы еді. Иегін алқымына тығып деген бүйтіп алады дейді. Иегін тығып алады дейді. Қашан тышқанды қуып жетіп бас салмайынша жаны жай таппайды. Оқулық қана емес, қарындаштың да тапшы кезі. Тапшы деген, яғни қарындашта жетіспейді деген сөз, қарындашта жетпейді. Бір күні Сағатбай классқа бір уыс қарындаш алып келді. Бір уыс деген. Қандай қандай бір уыс. Екеуі ара бір қарындаштан үлестірді де, өздерің пышақпен бөліп алыңдар деді. Осы арада класста біраз дау жанжалдар туып қалды. Бөлінген қарындаштардың бір жағы ұзындау, бір жағы қысқалау болып шығады. Әркім ұзынырағын алғысы келеді. Пышақпен бөлген кезде теңдей бөлінбей қалады ғой, біреу ұзын, біреу қысқа болып. Тоқтаңдар, бөлмей тұра тұрыңдар. Сағатбай осыны айтты да, жерден қарындаштың ұзындығындай бір тал шөп тауып алды. Оны қарындаштың бойына дәл етіп туралады. Яғни қарындаштың бойындай қылып туралады шөпті. Сосын екі бүктеп сындырды да, әр сынық қарындаштың тең жарымы болатынын, яғни қарындаштың дәл ортасын табудың қарапайым тәсілі осы екенін көрсетті. Яғни ұзын шөпті алып, ортасынан сындырып, теңдей қылып. Соңғы кезде сол шөптің бойымен қарындаштарды кеседі, теңдей бөлінетін болған ғой. Осы бір оп-оңай ақыл біздің басымызға неғып келмеген? Ал енді ұзын қысқалы боп бөлініп қойылған қарындаштар бар емес пе? Оларды қалай етеміз? Сағатбай бұған да ақыл тапты. Жеребе салып, ешкім ренжіместей етіп бөліп берді. Жеребесі мынадай. Қарындаштың екі бөлігінде ол кесілмеген ұштарын теңестіріп, кесілген жағын көрсетпей ұстап тұрады. Яғни ұстап тұрады ғой, екі жұдырығына. Көрсетпей тығып ұстап тұрады да. Таласушы балалардың біріне қане қалағаныңды суырып ал дейді. Суырып аласың қолынан. Ұзыны кезгелеме, қысқасы кезгелеме, өз бақытың. Яғни өзің қайсы суырып алсаң да ренжімейсің, яғни. Ақыллық тек үлкен істен байқалмайды. Ұсақ түйектен де анық көрініп тұрады. Сағатбай сабақ беруден ғана емес, тұрмыста кез болып қалатын ескерусіз жайттардың бәрінде де тапқыр адам еді. Яғни, ақылды болу үшін үлкен істерді ғана шешкен адамдарды ақылды демейді екенбіз. Ұсақ нәрселерді шешімін тапқан адамдарды біз ақылды адамдар дейді екенбіз. Мектеп түпкілікті болып басқа үйге көшті. Түпкілікті деген, яғни бірақ берді дейді, сол үйді, басқа үйді, мектепке бірақ алдық дейді. Насовсем. Сол Киікбай ауылында бұрын мешіт болған бір ұзынша там үй барды. Бір ұзынша бір үй бар болатын дейді. Сол Киікбай ауылында. Діннен қадір кеткен соң терезелері қирап, сырт қабырғасының сылағын жауын езіп түсіріп, қаңырап бос тұратын. Сол үй қайта жөнделіп, ортасына темір пеш орнатылып, терезелер бүтінделіп, мектеп болған. Біз қазір осында оқимыз. Яғни киіз үйде емес, енді кәдімгі жер үйге көшті. Бір кезде дін ордасы болған мешіт, қазір білім ордасы мектеп. Бір мешіт болған жер, енді мектеп болды. Жалпиып жерде отырудан құтылғанбыз.
қозғалсаң шиқыл салып бірге қозғалатын ыңыршақ ұзын парталар пайда болған. Енді парталар пайда болды, жерде отырмайды. Сағатбайдың үйі мектептің бет алдында жақын. Сабақ соңынан ол бізбен қош айтысады да сол арада қалып қояды. Яғни мектептің қарама қарсысында дейді. Киікбай ауылының көпшілік үйлері мектептен берірек. Батырбай түбегі аталатын шағын түбекшенің аузында. Сабақ соңынан жол айрығына дейін Киікбай найза болып бірге келеміз. Киікбай балалары осы арадан төмен бұрылып кететті, найзалар қара жолды бойлап ауылымызға тура тартамыз. Қай күндері дәл осы жол айрығында жеткен кезде кеудені құрт боп жайлап алған рушылдық алакөздігінен туатын сойқанды оқиғалар басталып кеп кетеді. Яғни жаңағы Киікбай руы мен найза руының балалары қоштасатын жерге келген кезде бір-бірімен төбелеседі екен. Бұл індет, бұл жексұрын ауру балаларға үлкендерден жұққан. Пәленің басы Киікбай найза деуден басталады. Жік-жік боп бөлектеніп шыға келеміз. Біреуімізді біреуіміз қалайда кемсітуге тырысамыз. Найзалар Киікбайды, Киікбайлар найзаны жамандап өлең айтамыз. Найза, найза, нақұрыс, көкөсектің сүтін іш. Ал шыдап көр мықты болсаң. Сөзбен жамандасу өршіп шегіне жетеді. Енді ашықтан ашық боқтасу кетеді. Боқтасудың арты төбелес. Надандықтан туатын осы бір жікшілдікті өте-мөте қоздырып, елдіріп тұратындар төбелес қой, жуан білек балалар. Оларға қандай жолмен болса да шатақ шығару керек. Ең оңай, ең сыналған, сенімді жол әлгі Киікбай найза. Яғни біреу-біреу Киікбай, сен найзасын деп айтса болды. Бір-біріне жаңағы бір адам айтса, қалғандар әлі болып, қалған балалар да едіп сөйтіп төбелесіп кетеді екен. Бір күні мұғалімнің қарасы көзден таса болып, жол айрығына жеткен кезде, мұғалімнің қарасы көзден таса болып деген не деген сөз? Мұғалім көрінбей кеткен кезде дейді. Мұғалім алыстап кеткен кезде. Жол айрығына жеткен кезде дағдылы майдандасу басталды. Әуелі төбелес қой ересек балалар шарт-пошырт қойғыласып қалды. Ұр Киікбайды, ұр найзаны. Бұл ұран делебесін қоздырмайтын жан жоқ. Делебесін қоздырмайтын деген яғни намысын қайрамайтын деген сөз ғой, яғни қанын қыздырып, ол да төбелесіп кеткісі келеді, бірге болысып кеткісі келеді. Содан не керек? Бізге кішкентай балаларға дейін желігіп, қым-қиғаш қойғыластықта кеттік дейді. Яғни қаны тасып кетеді ғой. Намыстары қайнап, анау мені келекетті, анау мені келекетті, анау мазақтады мені деді. Бұндайда бейбітшілік сақтайтындар тек қыздар. Олар төбелеске араласпайды. Кімді кім жеңер екен дегендей шетке іркіліп шығып қарап тұрады. Іркіліп шығып деген жағы шетте тұрып қарап тұрады дейді, яғни өздері бөлек шығып. Найзаның қарасы молдау, әрі біздің балалар ересек. Найза еңсеріп, Киікбайлар шайлығып қаша бастады. Біз тырқыратып қуып келеміз. Ұр Киікбайды, ұр! Киікбай ауылы әлгі арадан жап-жақын. Мен нәзіктігіме қарамастан өзім қатар балалардың ішіндегі төбелес қойдың бір едім. Шатақ шығар жерді іздеп жүрем. Яғни Бердібек өзі бала кезінде қандай болған екен, төбелеске жақын болған екен. Шапшаң жүгірем. Шапшаң жүгірем деген тез жүгірем деген сөз. Оспан дейтін менімен өшігіңкіреп жүретін баланың соңына түсіп алғам. Жетсем желкеден бір түйсем деп еліріп қуып келе жатырмын. Желкесінен бір түйіп жіберсем деп. Ауылдың қақ ортасына келгенімді бірақ байқадым. Киікбайлардың ауылына кіріп кетті.
Өкпе тұстағы бір үйдің қалқасынан бақан ұстаған ересек бала шыға келді. Өкпе тұстағы деген өкпенер жерде ғой бізде енді. Оң жағымызда. Өкпе тұстан мына жақтағы үйден бір бала шыға келді дейді. Бақан ұстаған дейді. Бақан деген болған қазақта. Яғни ұзын ағаш, яғни. Ол да киікбай еді. Ұзын бақанмен басымнан қас қайтып салып қалды. Мен жасқанып та үлгірмедім. Шекеме дәлдеп тиген ауыр соққыдан дың ете қалды да басымның бүкіл бір қапталын жарып түскендей болды. Тура шекеден тиген ғой мына жерде. Көзім қарауытып, жер дүние айналып, дөңгеленіп барады. Таяқ тиген шекемді ұстай алған кезде қолыма жып-жылы боп аққан қан білінді. Мен басы жарылып қалды ғой. Үйде жер төсекте жатырмын. Шекемдегі жараға шешем киіз күйгізіп басып, томбаздай етіп байлап берген. Томбаздай деп енді үлкен қылғандай қалың қылып байлап тастаған деген сөз ғой. Әрі оңай, әрі даяр ем. Әрі оңай, әрі дайын ем дейді. Ақбақанның не болғанын білмеймін, ал менің басым әжептәуір зақымданып қалған екен. Ісік кернеген оң көзім жылтырап зорға ашылады. Үстіндегі жейдемнің бір қапталы мен омырауы қызыл жоса қан. Яғни бір жақ, жейдемнің бір жағының бір қан дейді. Омырауы, омырау деген мына жер алды. Дәрігер дегенді біздің ауыл білмейді. Амбулатория, емхана осыдан 12 шақырым Нарынқолда ғана бар. Аурулар ішінара соған барып емделеді. Әйтпесе негізінен ауылдағы бақсы балгердің ақылымен өздері емдейді. Яғни дәрігерлік пункт жоқ екен, ешқандай медициналық. Мені ешкім дәрігерге апарған жоқ. Апаруға жағдай да жоқ. Бас сүйегім сынғаннан сау ма, сау емес пе? Оны рентген арқылы зерттеп білу мұндағы жұрттың ойы түгіл түсіне де кірмейді. Рентген жоқ қой кезде. 2-3 күндей сабаққа бара алмадым. Шешеме салса енді тіпті мені мектепке жіберетін түрі жоқ. Биылша оқымай-ақ қой. Келер жылы бұдан гөрі есейіңкірегенде барарсың дейді. Кішкене үлкейіп ал, есейіп ал дейді ғой. Менің хал жайымды білуге біздікіне әдейілеп сағатбай келді. Болған уақиғаны ол түгел естіп білген, ашуланған, балалар арасында руға бөлінушілік болмасын деп қатаң тыйым салған. Найза ауылы, Киікбай ауылы деудің орнына Сағатбай бізге 1-ші бригада, 2-ші бригада деп айтындар дейтін еді. Бара-бара осыған үлкендер де үйрене бастады. Яғни рушылдықты жою керек деп жатыр енді, 1-ші бригада деп атаңдар деп. Көпекбай білестер адамның аты. Көпекбай ұлы Жүнісбайдың қолына класкомдық тізгін тимей ақтыр екен. Старшты болды ғой Жүнісбай. Арба қамшыдай шартылдап, ол енді бізді бір шыбықпен айдайтын болды. Жүнісбай кластағы ересек баланың біреуі. Бойы сұңғақ. Сұңғақ деген ұзын деген сөзі. Талдырмаш, сіріңке өңді. Талдырмаш деген арықтау. Сіріңке өңді. Яғни қара торлау, сіріңкенің күкірт сияқты. Қоңыр өңді деген сөз ғой. Мінезі әрі шапшаң, әрі қызба. Мінезі әрі сондай тез ашуланады, тез ашуланып тұратын қызба дейді, яғни. Қаны қызып тұратын үнемі сондай адам ғой. Ашуланып кетеді, дереу ашуланады, дереу басылып қалады деген сияқты. Сабаққа алғыр.
сабаққа алғыр, яғни сабаққа келгенде өте жақсы оқиды дейді. Мұғалімнің аузынан шыққанда заңдай көріп, шашал десе бас алуға дайын, лыпып тұрады. Лыпып тұрады деген, яғни өте барлық нәрсеге бейім, сондай қағылез, сондай жаңа өте тез бейімделіп тұратын адам деген ғой, бейімделгіш яғни. Жүнісбай найза да, Киікбай да емес, ішкері шелек маңындағы қыстық дейтін рудан. Яғни ол Киікбай да найза да емес, яғни шелек жақтан келген, шелек деген ауылдан келген қыстық дейтін рудан дейді, ру қыстық екен. Найзаға жиен. Яғни туыстық атауларды білесіздер ғой, нағашы жиен деген. Яғни жиен екен. Жиен қалай? Қыздың баласы, Әкесі Көпекбай осыдан 3-4 жыл бұрын үйелмелі, сүйелмелі 4 ер баласымен шүйкебас момын әйелі әйнекті шұбыртып, жекжат жұрағаттарын сағалап, жанбағыс іздеп білген. Яғни осыдан 3-4 жыл бұрын келген дейді. Яғни жекжат жұрағаттарын сағалап білген, туған туысқандарын, соларды арқа тұтып, соларды ес тұтып, соларға қасына көшіп білген дейді, сол туыстарының қасына. Көпекбай үйінің сол кездегі өзгеше жүдеу халі менің көз алдымнан әлі күнге кетпейді. Жүдеу халі деген, яғни кедей халі. Ауылдан шеткерірек тігілген 3-4 керегелік сомпиған сүрік тесік құрым үйлері болушы еді. Таңертең сол құрым үйдің ішінен әдейі кісі қорқыту үшін солай киінгендей жалба-жұлба, шаштары құлақтарын жауып өсіп біткен балалар өре шығып киіз үйдің сырт босағасына тізіліп, күнге қыздырынып тұрады. Ең үлкені бәзіл жігіт боп қалған. Одан кейін Жүнісбай. Жүнісбайдан кейін Қожақан. Қожақаннан кейін Мәсімбай. Аралары 2-3 жастан ғана. Біреуінен біреуі сүйемдей аласарып, белбеуге арқаларын тіреп, тізілетте тұрады. Бәрі ана сыртқа шығып, күнге қыздырынып тұрады екен, киіз үйдің жанына шығып, қыздырынып тұрады екен күнге. Әлдекім бойларына қарай әдейі тізіп тұрғызғандай. Істеуге іс жоқ. Ішуге тамағы жоқ. Күн нұрымен таза ауаны қорек етіп, маужырап тұрғанды біледі. Яғни жұмыста жоқ, ішетін тамақтары да жоқ, сондықтан далада тұрады екен. Ара-тұра бала мінездері ұстап, бірін-бірі бүйірге түртіп, ойнап та қояды. Яғни бір-бірін түртіп ойнайды дейді ғой. Жалба-жұлба киімнің жыртығынан жылтылдап жалаңаш еттері көрінеді. Бір ғажабы осынша ауыр тұрмыста жүрсе де, Көпекбай балалары шетінен пысық. Көздерінде шақпақтың отындай жылтылдаған от, жігер бар. Яғни сондай пысық көздерінде от бар дейді, яғни барлық істі істеп кетуге бейім, сондай өте алғыр адамдар дейді. Олар оқыса оқып кетеді, істесе істеп кетеді, ондай адамдар, пысық адамдар. Көпекбай өзі еңгезердей тіп-тік шоқша сақалды, қара торы жүзі ызбарланып ашумен қарайтын зор дауысты адам. Яғни дауысы жуан, сондай өте күшті дауысы, айғайласы жер жаратындай. Дауысы зор адам екен. Қараша үйдің көлеңке жағыргесінде сыртта ол қашанда қамшы өріп немесе аяқ киім жамап, әйтеуір бір ісмерлік істеп отырады. Яғни аяқ киім жамайды, сондай істер істейді ғой өзі, енді жаңағы бір шетінен тігінші болуы мүмкін, бір шетінен ұста болуы мүмкін, қолынан келетін істер көп екен ол кісінің. Басында тер сіңген қара тақия, бұтында бурасан тер шалбар, аяғында қоңшы мен жұлығына жымау түскен жеңіл мәсі етік. Жоқшылықтың тепкісін қанша жесе де Көпекбайдың жүні жығылмаған, еңсесі түспеген. Тек болар болмасқа қабаған ит тәрізді арс ете қалатын ашуланшақ. Қанша жерден кедей болса да, сондай жаңағы еңсесі түсіп, бір андай
өзін өзі бітіп кеткен адам емес дейді. Яғни барлық нәрсеге дайын, барлық нәрсені істей алады, тек кішкене ашуланшақ дейді. Балалары Көпекбайдан керемет қорқатын еді. Оның алдында аяқтарының ұшынан жорғалайды. Балалары әкелерінен қорқады екен. Әкелері Жүнісбай немесе Мәсінбай деп дауыстап қалғанда, аты аталған бала қандай қызық ойынды болса да тастай салып жүгіреді. Әкелерін екінші рет дауыстатқызбайды. Не деген күшті, әкелері екі рет айтпайды аттарын. Бір рет айтқан кезде барады. Екінші рет дауыстаса, одан әрі арқаны осып түсетін қамшы даяр тұратын олар жақсы біледі. Екі рет жүрді айғаласа, уже ұрады екен қамшымен. Көпекбай өте-мөте әйеліне қатал еді. Тұрмыстың зардабына деген ашуын содан алмақ болғандай шүйкебас момын әйнекті кейде ол үйден үйге қуалап сабайды. Қолына не ілінсе сонымен ұрады. Жеткен жерде зілдей ауыр аяқтарымен аяусыз жаншып тепкілеп жатады. Жаңағы әйнек деген өзінің әйелін қатты тұрады екен. Ашуланған кезде Көпекбай құтырған бура тәрізденіп кетеді. Оңайлықпен араша бермейді. Бура түйенің еркегі, түйенің бурасы құтырған кезде, ешкімді көз келмейді, адамның өзіне шабуыл жасайды ол кезде. Дәл сондай болып кетеді дейді. Оңайлықпен араша бермейді, оңайлықпен қоймайды, ешкім арашылай көмектесе алмайды ол кезде, ол біреуді ұрып жатса. Араша түсетін Көпекбайдың 4 баласы. Әлжуаз байғұс шешемізді бір жолата өлтіріп қоймасын дегендей, олар шыр-шыр етіп Көпекбайдың қолына, аяғына жармасады. Бір уыс әлсіз әйнекті өздерінің сәби денелерімен бүркейді. Аяулы аналарына жан аямай пана болып, ол үшін басы көздерін Көпекбайдың аяусыз қатты соққысына тосады. 4 баласы өздері қорғап алады екен. Екі көзі қанталап құтырған бура ештеңеге қарамайды. 4 баланы 4 жаққа допша лақтырып, әйелім мылжалап сабай береді. Сонда да қоймай сабай береді дейді. Таяққа көміс болып алған әйнек өлмейді де, мертікпейді де. Мертікпейді дегенне жараланбайды деген сөзі. Артынан басы көзі көгала болып, түрегеп, үй шаруасын істеп жүреді. 3 пұтты ошақ темірге қара шәугімді асып, Көпекбайға шай қайнатып береді. Ол кезде ошақ деген болған, ошақтың 3 пұтындай деген сөз бар енді. Ошақтың 3 аяғы болады, сирағы. Сондай аспалы ошақтарға шәугім қойып шай қайнататын болған. Сол кезде астынан от жағып. Әңгіме тұжырымды болу үшін уақыттан 7-8 жылдай ала озып, Көпекбай семьясының кейінгі тағдыры жайлы айта кетейін. Кейін заман оңала бастағанда Көпекбай балалары шеттерінен жігерлі, қасқыр жігіттері болып ер жетті. Тұрмыстарын тез түзеп алды. Бәрі жақсы болып кетті артынан дейді. Бәзілі колхоз құрылысын қолдан тұрғызған еңбекқор азаматтың бірі еді. Отан соғысына дейін колхозда бригадир болып істеді. Әйел алды, бала сүйді. Бәзіл деген үлкен баласы. Жүнісбай Бәзілден асып кетті. Ол ғажап зерек оқитын еді. Кластан классқа мезгілсіз аттап, ол кезде бұған жол берілетін, кластан классқа аттайтын жаңағы. Отлично оқыған балалар, үздік оқыған балалар кластан классқа аттайтын ол кезде. Мысалы, 2 оқып атып жақсы оқыса, 4-ші классқа аттап кететін, мысалы, сондай болған. Кластан классқа мезгілсіз аттап, 10 жылдықты бізден бұрын бітірді дейді. Армияға алынды, офицерлік училищеден оқып жүріп, 1940 жылдың Қызыл алаңдағы 1 май әскери парадына қатысты дейді. 40 жылы соғыс басталатын алдында. Жүнісбайдан үйлеріне хат үзбей келіп тұратын. Әскери формамен қатып түскен әдемі суреттерін жіберетін. Жарау аттай қағылез, бойшаң жігітке солдат киімі әдейі сол үшін тігілгендей керемет жарасатын. Жарау аттай қағылез деген сұңғақ бойлы сондай керемет жаңағы денесі барлығы
құйып қойғандай, қоладан құйған мүсін дейді ғой мысалға. Мүсінді керемет жігіт болып өсті дейді. Соған әдейі тіккенде ана форманы, әскери форма жарасатын дейді. Әлгі суреттерді бүкіл ауыл болып тамашалап көретін едік. Бәрі бірге отырып көреді екен суреттерді. Көпекбайдың 3 жылы Қожақан жас жағынан менімен шамалас. Яғни Қожақан менімен құрдас дейді. Оның өнер қабілеті екі ағасының екеуінен де артық еді. Сабақты озат оқумен қабатты. Талантты музыкант болатын. Домбыраны жас кезінен безілдетіп тартатын. Домбыраны және өзі жасап алатын. Әнеки қандай барлық пысық болып өскен, керемет білімді болып өскен. Музыка аспаптарының қай түрінде Қожақан өздігінен меңгеріп төпеп әкететін. Төпеп әкететіндігін тартып алып кетеді дейді. Домбыраны тартып кәдімгідей. Қыз бозбала кешқұрым Қожақанның маңына жиналатын. Яғни барлық қыздар, балдар кеш батса болды, бәрі жаңағы кезде енді. Кино бар кіштеңе жоқ, сондықтан сол бір-біріне өлең айтып беріп, жаңағы өлеңдер оқып, бір-біріне қиссалар оқып, дастандар оқып, сөйтіп отыратын жастар ол кезде. 1940 жылы Қожақан Алматы пет училищесіне оқуға түседі. Yani пет колледж, қазіргі тілмен айтқанда. Ол сонда оқып жүргенде Көпекбай бір рет сонау 350 шақырым жердегі Қостөбеден Алматыға баласына салт атпен араға пәлен қонып, азық түлік жеткізіп беріп қайтады. Әнеки қандай күшті. Алматыдан 350 шақырым жерде тұрады өздері. Содан жаңаға атпен барып, баласына продукт апарып берген жаңағы пет колледжде оқып жүрген балаға. Қаншама жер қонып барып, мысалы 350 шақырым деген ол кезде бір апта жүретіндей болған. Соғыс басталғанда Қожақан өзі тіленіп майданға аттанған еді, яғни өзі сұранып дейді. Өзі сұрап майданға кетті дейді. Яғни сол кезде соғыс басталды 41 жылғы. Ұлы Отан соғысы. Осы аталған 3 жігіттің үшеуі де сайтасындай ірік, аяулы жандар еді. Ащы өмірдің батпағын белшеден кешіп жүріп, қайғырып қапалануды білмейтін. Яғни ешқашан қайғырып, бір күрсініп, бір отырған емес дейді. Үшеуі де өмірге ғашық жандар. Жалын атқан арман иелер еді. Алда сәулетті болашақ барына кәміл сенетін. Сол үшін жан қиюға дайын тұратын. Кәміл сенетін деген, яғни бар шынайы ықыласымен сенетін, барынша сенетін еді деген сөз ғой. Үшеуі де адал коммунистер еді, ауылдың көркі еді, сән еді. Жұрт балаларына Көпекбай балаларындай неге болмайсың, солардан неге өнеге алмайсың деп ұрсушы еді. Шіркін амал нешік, 3 әсем қызғалдақтың үшеуінде соғыста жал мезгіл жетпей мерт етті. Мерт етті деген не? Яғни соғыста мерт болған. Яғни сол Ұлы Отан соғысында қайтыс болған. Үшеуі бірдей майданда қаза тапты. Бура шал көз жасы 6 таран болып аңырап қалды. Көз жасы 6 таран болып деген, яғни заржылап, көз жасын көл етіп, әкесі заржылап қалды дейді. Кішкентай Шүйкебас әйнек балаларының қайғысынан одан бетер жаншылып өлермен болды. Шешелер ғой әйнек деген жаңағы. Өз кішкентай адам одан әрмен кішірейіп кетті дейді. Көпекбай балаларының ең кішісі Мәсінбай қазір бар. Іргелі бір совхозда салауатты парторг. Әңгіменің бастапқы мерзіміне 1933 жылдың күзіне қайта оралайық. Бүгін осы жерге дейін оқиық. 30 минутымыз өтті. Осы уақытқа дейінгі жаңағы шығарған суреттерімізбен астына жазған сипаттамаларымызды оқып отырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса пікірге жазыңыздар. Мына бір сөз түсінбей қалдым деп. Сол қазыналы тіліміздің, байда шұрайлы тіліміздің байлығын бірге іздейік, бірге қазайық, бірге игерейік. Баршамыз кітап оқиық, білімді болайық. Қазақстанымыздың алтын
деңгейге болайық әрқайсымыз.